Дала қорғаны. Таң атты. Күн бөлмеме сығалап тұр. Бірақ мен бірдеңе күткендей оянып кеттім. Әдетте осы кезде телефонымды алатынмын. Ал бүгін ол мүлде көрінбей тұр. Жастықтың астын қарадым, көрпенің ішінде. Жоқ, шынымен жоқ сияқты. Телефонсыз бәрі тым-тыныш. Үйдің өзі ұйықтап қалғандай. Ой, бұл қандай жарық? Жаңа ғана мұнда ештеңе жоқ еді ғой? Сен кімсің? Ал менің телефоным шынымен ұйықтап жатыр ма? Жарайды. Онда бүгін мен жаңа күнді өзім таңдаймын. Ата-анам күлімдеп отыр. Осы сәтті бұрын байқамаған сияқтымын. Вау! Үйдің іші жарқырап кеткендей. Түстер қандай әдемі болып кетті. Қолым өзінен өзі сурет салғысы келді. Қиялым оянып кеткендей. Жүгірген қандай жақсы. Аяқтарым да, жүрегім де қуанып кеткендей. Құрбыммен ойнау өте қызық екен. Соткасыз да қызық екен. Мен көмектескенде анамның көзі күлімдейді. Бұл сезім маған қатты ұнайды. Қарашы, уақыттың өзі жарқырап тұр. Демек, мен бәрін дұрыс істеп жүрмін. Телефон қайта келді. Бірақ ол бүгін менсіз де тыныш жатқан сияқты. Қазір менде одан да маңызды нәрселер бар. Телефон сәл күте тұра алады. Отбасыммен бірге өткен бір күн мен үшін ең әдемі сыйлық болды. Бүгін мен телефонсыз бақытты болдым, ертең де осылай болсын.